Сәлем, мен есімім Қарлығаш, мен бастауыш сынып пән мұғалімімін. Бүгін сіздермен өтетін тақырып логикалық есептер өткенге жолайық. Сонымен бізде логикалық есептер әртүрлі қызықты және де ойландыратын болып келеді. Ал ендеше бірінші логикалық есеп. Себетте 5 алма бар. 2 алманы алдың. Себетте неше алма қалды? Қане ойланамыз. Бұл бізде мүмкін кеңес алып көреміз. Себептен алғанды азайт дейді. Ондай болса бізде 5-тен азайтамыз 2-ні, сонда неше болады? Әрине 3. Не себепті 3 болды? Бұл жерде 5 алма себетте бар тұғын. Одан біз 2-ді алып тастадық. Сол кезде бізде 3 болады. Мысықтың 4 аяғы бар. 3 мысықтың барлығы неше аяғы бар? Бұл жерде біз не істейміз? Есімізге не түсіреміз? Ең оңай әдістердің бірі ол бізде көбейту. Ал ендеше қараңыздар, 4 мысық, көз алдымызға 4 мысықты елестетеміз, оған көбейтеміз 3-ті. Сонда қанша болады? 4-ті, 1, мынаяқта 4 аяқ, 4 аяқ, мынаяқта 4 аяқ, мынаяқта 4 аяқ, барлығын қосып, жауабы 12 болады. Әне, дұрыс. Келесі. Қай сан үлкен? 15 пе әлде 51 ме? Бұл кезде біз не есімізге түсу керек? Әрине разрядты қосылғыштар. Разрядты қосылғыштар есімізге түсу керек. Бұл жерде мына жерде 1 ондық тұр, дұрыс па? Мына жерде бізде 1 ондық тұр. Ал мына жерде 5 ондық тұр. Ең оңай әдісі бұны қосып азайтудың қажеті жоқ. Тек қана бұл жерде 5 ондық үлкен болады. Қарапайым есеп негізінен ойлансақ, қатарды жалғастыр дейді. Мына жерде қарап тұрсыздар, бұл жерде 2, 4, 6, 8 қандай реттілік болып тұр? Бізде жұп сандар болып тұр. Енді жұп сандар бізде жұп сандардан кейін мысалы 8-ден кейін қандай жұп сан келеді? 9 бізде тақсан болса, қандай жұп сан келеді? Әрине 10. Енді тағы бір логикалық есеп. Айгүлдің жасы, Айгүлдің 7 жасы. Ағасы одан 3 жас үлкен. Ағасы неше жаста? Бұл жерде бізде ойланып қарасақ, бізде Айгүл 7 жаста болса, оның ағасы 3 жас үлкен. Оны не істейміз біз? 7-ге 3-ті қосасақ болады. Сонда бізде шығады 10. Көрдіңіздер ме мына жерде? 7-ге 3-ті қоса саламыз. Егер мына жерде Айгүлдің жасы 3 жаста, оның інісі болып келетін болса, мысалы 3 жаста болып келетін болса, не істейміз? Айгүлден інісін азайта саламыз. Сонда 7-тен 3 азайта саламыз, ол кезде жауап 4 болады. Ағашта 8 құс отыр. 3 құс ұшып кетті. Неше құс қалды? Бұл жерде де кішкене логиканы қосып жүрсек, өте оңай. Бұл жерде 8 құс бар, бұл жерде барлығы 8 құс тұрған. Біз 8-ден азайтамыз 3-ті. Ұшып кетті емес па? Онда бізде қанша болады? Әрине 5. Егер де бұл жерде 3 құс келіп қосылды дейтін болса, не істейміз? Қосамыз. Ал ұшып кетті болғаннан кейін біз азайтамыз. Қане, жауабын тексеріп көрейік. Әрине дұрыс. Ойлан тап дейді. Асқар 6 кәмпит алды, 2-ін жеді, қанша қалды? Бізде Асқар 6 кәмпит алды деп тұр. Бұл жерде барлығы қанша болды? 6. Енді біз 6-тан не істейміз? Азайтамыз 2-ні. Себеп тұр, ол жеп қойды, ол уже жоқ деген сөз. Онда бізде болады қанша? 6-тан 2-ні азайтқан кезде 4. Сөреде 4 қызыл және 5 көк кітап бар. Барлығы неше кітап? Бұл жерде түстеріне мән бермесек те болады. Тек қана біздің фокустарымыз сандарда болу керек. 4-ке және 5-ті қосқан кезде неше болады? Әрине 9. Сонда кеңес алып көрейік. Міне 9. Қай сан тақ деді? Біз жаңа айтып өттік. Біз жаңа қалай айттық? 2, 4, 6, 8, 10. Бұл жерде қай сан тақ болып тұр? Көз алдымызға сандық сәулені елестетеміз. Біз сандық сәулені өттік. Сандық сәуле дегеніміз есімізде ма? 1, 2, 0, 0-ден кейін 1, 1-ге 1-ді қоссаң 2, 2-ге 1-ді қоссаң 3. Дәл сол секілді бұл жерде тақсан не болып тұр? Тақсан дегеніміз қалай ажыратуға болады? Оны жай ғана 2-ге бөліп көр. Ол жерден бүтін сан шықпайды. 9-ды 2-ге бөлесің, бүтін сан шықпайды.
Сол себепті бізде 9 тақсан болып келеді. Сонда да кеңес алып көрейік. Міне, тақсандарды екіге бөлінбейді. Ең оңай әдістердің бірі. Оннан кіші ең үлкен жұп сан қайсы? Тағы да еске түсіреміз. Тағы да ең оңай. Біз жаңа ғана өттік себеп бұны. Оннан біз не айттық? 2, 4, 6, 8, 10. Бізде ең оңай әдісі оннан алдындағы санды еске түсіру. Ол бізде 9. 9-дың алдындағы сан, ол бізде жұп сан, иә? Тақ жұп, тақ жұп, тақ жұп, тақ жұп, тақ жұп, тақ жұп болып орналасқан сандар. Ондай болса бізде жауабы сонда да міне 8. Міне, бүгін біз сіздермен 10 жиі қайталанатын логикалық есептер өттік. Біз бұл есептерден нені көрдік? Көбейту кестесін білуіміз керек, жұп сандар мен тақ сандарды білуіміз керек, сандық сәулені білуіміз керек, және де қосу мен азайтуды білуіміз керек. Бүгінге осы, сау болыңыздар.